Кылмыскерлерді Қазақстан Республикасына экстрадициялау бұл бас прокуратураның айрықша құзыреті. Экстрадиция дегеніміз не, және ол қалай жүргізіледі? Экстрадициялау деп шет мемлекетпен іздеуде жүрген адамды ұстап беру. Оның алдында тергеу органы халықаралық іздеуді жариялайды және материалдарды шетелде іздестіру іс-шараларын одан әрі жүзеге асыру Интерполға береді. Шет мемлекеттің аумағында іздеуде жүрген адамды ұстағаннан кейін бас прокуратурада экстрадициялау рәсімін бастайды. Оған шетелдік әріптестерге тұлғаны мемлекетімізге беру қажеттілігі негізделген сұрау жолдау кереді. Бұл кезеңде тек бас прокуратура уәкілетті орган ретінде шет мемлекеттерге ізделген адамның жасалған қылмысқа қатыстылығын растайтын материалдарды ұсынады. Ал олар өз кезегінде біздің өтініштерімізді халықаралық және ұлттық заңнамаға сәйкес қарайды. Ұстап беру туралы шешім бұл күрделі бәсекелестік процесі болып табылады. Өйткені ұсталғандар әдетте мұндай шешімге шетелдік соттарда шағымданады. Бұл халықаралық құқықтық ынтымақтастық саласындағы прокурорлардың экстрадициялаудың негізділігін кәсіби және сапалы дәлелдейтін шешуші кезіні. Шетелдік соттың немесе өзге де уәкілетті шетелдік органның оң қорытындысын алғаннан кейін біз тұлғаны Қазақстан Республикасына жеткізу рәсімін бастаймыз. Келесі бейнеде мен мұның барлығын іс жүзінде қалай жұмыс істейтінін айтамын.